оқушылар және әріптестер. Менің аты жөнім Игамбердиев Изатбай Қосынбаевич. Енді бүгін сіздермен бірге ашық сабағын өтемін. Тақырыбым түркі қағанаты ұлы даланың алғашқы ірі мемлекеттері. Енді түрк қағанаты ұлы даланың алғашқы мемлекеті, енді түрк империясы деген тақырыпта бүгінгі ашық сабағымыз. Бұл негізі өзі қазақ ұлтының тарихы емес, бүкіл түркі ұлтының тарихы болып есептелінеді. Көшпелі халық болып жасалған. Енді ұлы дала өркениеті. Ұлы дала өркениетіміздің қалыптасуы. Бізде ең негізгі мысалы ұлы жібек жолында тұрғандықтан бүкіл қазір мысалы алатын болсақ, түркі империясының енді түркі империясы. Бізде түркі империясы өз қалыптасуы, өз негізінен түркі империясының жерлері, шекарасы. Мысалы Қазақстаннан бастап Монғолияға дейінгі, Қытайдың ішінен жартылай шығыс жеріне дейінгі, сосын Ауғанстаннан бастап Иранға дейінгі, жерорта теңізіне дейінгі жерлердің барлығы, бұлардың барлығы Қара теңізге дейінгі, бұлардың барлығы түркі империясының жерлері болып есептеледі. Енді түркі империясы, түркі қағанаты 552 жылдан бастап түркі империясы құрылады. Енді Буман Қаған деген түркі империясы негізін салушысы болып есептелінеді. Енді слайдқа қарайтын болса, қазсендермен өттік бүкіл түркі империясының шекараларын. Енді түркі қағанаты. Түркі қағанатының қазір түркі қағанаты 552 жылдан 603 жылға дейін Еуропаға дейінгі жерлердің барлығын қамтып жатқан. Енді Буман Қағанның өзі кім болған? Буман Қаған қай тайпаларды біріктіре бастаған? Бүгінгі тақырыбымызда қазіргі енді Буман Қаған. Буман Қаған өзі түрк қағанатынан шыға бастаған. Буман Қаған. Буман Қаған өз негізі 552 жылдардан бастап бүкіл Қазақстан аймағындағы жерлердің бар. Ашин руынан шыға бастаған. Енді Ашин руы дегеніміздің өзі өз негізі бұрынғы түркі тайпаларымыз. Халық арасында мені ел қаған немесе Илі қаған, бірінші қаған деп атаған, бұл бүкіл ел патшасы болып аударылады. Түркілердің өздері мәңгі ел деп атаған әйгілі бірінші шығыс түркі қағанатының негізін қалаушы, тарихи ұлы тұлғалардың бірімін. Мен Буман Қағанмын, түрік империясының негізін қалаушысы. Тақырыпты толық түсіну үшін келесі видеоға назар аударыңыздар. Түрік қағанаты батыста Днепрден, шығыстағы Амурға, солтүстікте Енисейден Тибет қыраттарына дейінгі аралықтағы орасан зор аймақты мекендейтін халықтарды біріктірген алғашқы ірі мемлекет болды. Буман 545 жылы алғаш рет қытайлармен жеке мәмілегерлік қатынас орнатады. Бұл дәуірде солтүстік Қытай, шығыс Вэй, батыс Вэй патшалықтарына бөлініп, өзара соғысып жатқан болады. Шығыс Вэй империясы
Жужан және Тоғон хандығымен одақтасып, Батыс Вэй империясын қатты қыспаққа алады. 545 жылы Батыс Вэй достық қатынас жасау үшін түрік билеушісіне елшілік жібереді. Халқының ырқына көнген Бумын өздеріне билік ететін Жужан ханның дұшпанымен қатынас орнатып, Батыс Вэй астанасы Чаннанға елшілік аттандырады. Сонымен қатар түріктер жужандарға темір қорытып беруді жалғастыра берді. Біртіндеп күшейіп алған Бумын 546 жылы өзінің қожайыны Жужан ханы Анағұйға қарсы соғысқан 50 мың ұйғырларды талқандап өзіне қосып алады. Осы жылы телеуіттердің жужандарға қарсы жорыққа шыққан 50 мың атты әскері Бумын әскеріне күтпеген жерден жолығып қалып, амалсыздан олардың қол астына өтеді. Енді ол жужандардан тәуелсіздік алу үшін соғыс бастауға сылтау іздейді. Анағұйға қызын өзіне беруді сұрап елші жібереді. Бұған Жужан ханы қатты намыстанып, ашулы жауап қайтарады. Бұл соғыстың басталуына таптырмас сылтау еді. 551 жылы Бумын Қытайдың Батыс Вэй патшалығының ханшайымын алады. Осы жылы Бумын қаған титулын иеленіп, түрік тайпаларын бір мемлекетке біріктіреді. Сол жылы қыста жорыққа аттанып, Жужан хандығына күйрете соққы береді. Бумын Илхан немесе Елхан лауазымын иеленеді. Бірақ ол 552 жылдың аяғында қайтыс болады. Тақты оның баласы Қара Ыссық қаған иеленеді. Ол қарсыласуын тоқтатпай отырған жужандарды тағы да жеңеді. Көп ұзамай Қара Ыссық қаған қайтыс болып, 553 жылы таққа Бумынның баласы Мұқан қаған отырып, түрік бірлестігін империяға айналдырады. Мұқан қаған жужандармен соғысты аяқтап, Сары теңізге дейін жетеді. 556 жылы Қытай мен түріктердің біріккен әскері Тоғондар еліне шапқыншылық жасайды. Ал оның інісі Естемір Орталық Азия, Жетісу және Хорезмді бағындырып, Аралға дейін жетеді. Көп ұзамай түріктерге хазарлардың қалдықтары, бұлғарлар, қидандар және соғдылар бағынады. Осылайша ұлы түрік империясы құрылады. Бумынның інісі Істемі қаған батыс жорығын басқарып, Орасан үлкен аймақтарды жаулайды. Ағасы өлген соң Жабғу лауазымын иеленеді және Бумынның баласы Мұқан қағанның бұйрығымен қағандықтың батыс шекарасын күзетеді. Түріктер 1,5 жылда бүкіл орталық Қазақстанды, Жетісу мен Хорезмді бағындырады. Арал теңізінің теріскей беткейінде олар Хуни, Уар және Огорлар тайпаларының қарсылығына ұшырайды. Тек 558 жылы ғана бұл тайпаларды талқандап, ал бағынғылары келмегендерін Еділге дейін қуып тастайды. Жайық өңіріндегі даланы өзіне бағындырған соң жорығын тоқтатады. Сөйтіп Істемі қағанның батысқа жорығы осылайша аяқталады. Қағандық Ғұн империясынан көлемі жағынан ғана емес, экономикасы жағынан да күшті болды. Ол Қытай мен Еуропаның арасында жатқан жібек жолына бақылау орнатты. Түріктер шығыс шекарада белсенді әрекет ете жүріп, батысқа жорықтар жасайды. Істемі қаған мен оның баласы Қарашор түрік билігімен түріктер батыста зор жеңістерге жетеді. Бірінші кезекте мәмлегерлік жетістіктерге қол жеткізеді. Істемі Сасанилік Иранмен одақ құрады. Сасанилік Иранның патшасы Хосров түрік ханшайымын әйелдікке алады. Осылайша түрік қағанаты мен Иранның арасында достық қарым-қатынас орнайды. Екі мемлекет Эфталит қағандығына қарсы бірігуге шешім қабылдайды. Эфталиттер қағанның парсы шахымен жасаған қарым-қатынасына кедергі жасамақ болып, Соғдияна арқылы өтіп бара жатқан түрік елшілерін өлтіреді. Тек біреу ғана қашып құтылып, Істемі қағанға болған оқиғаны айтып барады. Эфталиттерге 562 жылы алдымен парсылар соққы береді. 565 жылы түріктер эфталиттердің әскерін талқандап, жерлерін Иранмен бөлісіп алады. Иран Бактрияны, түріктер Соғдиянаны иеленеді. Түріктердің Соғдиянаны қосып алып, даламен біріктіріп жіберуі сауда-саттық үшін өте қолайлы болды. Сондықтан Соғды көпестері түрік хандарының адал бодандарына айналды. Сөйтіп, Орта Азия қағандықтың тұтас бөлшегі ретінде қалыптасты. Осы кезден бастап түріктер мен ирандықтардың арасында ортақ шекара пайда болды. Алғашқы кезде шекарада тыныштық сақталды. Істемі қаған Сасанилер патшасына Маниах бастаған соғдылық елшілер жібереді. Одан кейін
567 жылы Византиямен байланыс орната бастайды. 561 жылы Бэй Джоу мен Вэй Ци императорларынан Мұқан қағанға ханшаны айттырған елшілер келеді. Мұқан қаған Джоу империясымен бұрынғы одақтастық шартын сақтайды. 563 жылы Вэй Ци мемлекетіне жорық жасайды. Бір жылдан соң жорықты тағы қайталайды. Бірақ одақтасы Бэй Джоу әскері талқандалып, Мұқан қаған кері қайтуға мәжбүр болады. Алайда бұл сәтсіздікке қарамастан Мұқан қаған Вэй Цимен одақ құру жөніндегі ұсынысты қабылдамай тастайды. Оның бір себебі одақ жөніндегі шарт бойынша Джоу империясы түріктерге 100 000 тең жібек матасын беріп тұратын. 572 жылы Мұқан қаған қайтыс болып, таққа оның мұрагер інісі Тобо қаған отырады. Ол Джоу империясымен қатынасын үзбей, Ци империясымен де бітімге келеді. Түріктердің жорығынан қорыққан Ци империясы бітім салығын төлеймін деп, бүшін төлеп отырған Қытайдың Бэй Джоу және Бэй Ци патшалықтарынан алып отырды. 576 жылы Джоулықтар Ци империясын ойсырата жеңіп, Циньянь қаласын басып алады. Түрік қағаны Бэй Джоу тым күшейіп кетпеу үшін Ци империясына қолдау көрсетеді. 578 жылы Тобо қаған әскері Қытайға басып кіріп, Джоу әскерлерінің күл-талқанын шығарады. 579 жылы басталған келіссөздер тоқтатылып, соғыс әрекеттері жалғаса береді. Бұл орайда түріктер үнемі жеңістерге жетіп отырады. 580 жылы Джоулықтар бейбіт келісімге қол жеткізді. Ежелгі жылнамалардың бірінде Тобо қаған Қытайды түпкілікті ойсыратуды ойлайды. Бірақ император сарайы түріктерге жыл сайын 100 000 метр жібек мата, тағы да басқа алым салық төлеп тұруға келіскендігі жазылған. Оның аумағының ұлғаюы көптеген реформаларды жүзеге асыруды талап етті. Солардың бірі бірнеше ірі иеліктер құру және қағандықты шығыс және батыс қағандық деп екіге бөлу еді. Түрік қағандығы көршілес елдерді жаулап, иелігін ұлғайтып отырды. Иран мен түрік қағандығының арасындағы соғыстың туындауына Істемі қағанды парсылық бағыттан Византиялыққа қарай көндірген Маниах елшілігінің әрекеті себеп болды. Бірақ Хосров патша тұсында ирандықтардың әскери қуаты өте күшті болды. Түріктер шешуші шайқасқа шыға алмады. Істемі қаған өлгеннен кейін оның ұлы Қарашор 576 жылы батыстағы жоғарғы билікпен Тардушхан лауазымын қабылдап, ең күшті басшылардың біріне айналды. Ол саяси жағдайды бағалай отырып, Иранмен достықтан бас тартты. Одан гөрі Византиямен қарым-қатынас орнатуды жөн көрді. Ол Иранға 584 жылы, одан кейін 588-590 жылдары жорықтар жасап, ақыры Тоқарстанды басып алды. Түрік қағанатының күшейгені соншалық, ол өз билігін Монғолияға, Түркістанға, Шығыс Түркістанның бір бөлігіне, Каспий теңізінің батыс жағалауына, Ауғанстанның солтүстігі мен шығысына жүргізіп, Үндістанға дейін жақындаған. 582 жылдан бастап шығыстағы архондық түріктер мен батыстағы 10 оқ арасында алауыздық пайда болды. Біртіндеп екі арадағы бәсекелестік қарулы қақтығыстарға жалғасты. Алғашында шығыс және батыс түріктер арасындағы алауыздық әулеттік бақталастық сипатында көрінді. 581 жылы Тобохан қайтыс болады. Ол өзінің орнына мұрагерлікке еншілік таспиқтық жүйенің мұрагерлік заңына сәйкес ағасы Мұқан ханның баласы Төремді қалдырады. Шешесінің қарадан шыққаны себепті оның түріктер арасындағы беделі төмен еді. Сондықтан ол тақты Әміраққа беруге мәжбүр болады. Бірақ көп ұзамай ол тақтан бас тартып, билік Шетудің қолына көшеді. Шету ел күлік шат баға Шпархан лауазымын қабылдайды. Қытайлықтар оны Шабольо деп атады. Осылайша бірінші хан болып табылатын Шабольоның ордасы Өтекен тауының етегінде орналасады. Екінші хан Қарашор түрік, оның ордасы Ақта тауының баурайында болған. Әмірақ үшінші хан болып есептелген. Оның ордасы аңшылық құратын сайын далада, Толы өзенінің жағасында орналасқан. Ал Төрем мемлекеттің теріскейдегі шет аймағынан еншілік және Абохан, яғни Ағахан лауазымын алады. Бұл төрт ірі ханнан басқа екінші дәрежелі хандар болған. Түрік қағандығы осылайша бөлшектенеді. Осылардың ішінде ең маңыздысы және үлкені ұлы хандікі емес, Қарашордікі болды.
Осы кезеңде Қытай елшісі Джан Сунь Шэнь хандардың арасына араздық отын тастайды. Джан Сунь Шэнь Шаболионы Абуханмен, одан кейін басқа да ұлыстық хандармен араздастырады. Бұл Суй императорының негізгі мақсаты болады. 583 жылы түріктер Қытайдан жеңіліс тапқан кезде Шаболио Қарашорды жазаламақшы болады. Бірақ басқа хандар Қарашорды қолдап шығып, өзінің келіп шығуын тарихын өтетін болсақ, Ашин деген сөзіміздің өзі қасқыр деген мағынаны береді. Біз білеміз, қасқыр деген аң ең күшті мысалы аңдардың бірі болып тұр. Өзінің тайпалардың аттарына қоя бастады. Енді бұның қаған бүкіл Түркі империясының негізін салушысы болып, енді бұл астанасы, қағанаттың астанасы Сұяқ қаласы болып есептелінеді. Қағанаттың астанасы Сұяқ қаласы. Қазіргі Қырғызстан жеріндегі, қазіргі Шу алқабындағы жерлерге, Жетісу өңіріне дейінгі жерлеріміз Түркі қағанатының астанасы болып есептелінген. Енді қаланың аты Сұяқ қаласы болып есептелінген. Енді Сұяқ қаласын қазіргі біз мысал айтатын болсақ, тарихта Жетісу өңірі дегеніміз Балқаштан бастап Ыстықкөлге дейінгі, Шу өзеніне дейінгі жерлер болғанда Жетісу өзені болып есептелінеді. Түріктер ежелден Алтайды мекендеген жұрт. Ежелгі ғұндардың Ашина тайпасынан құрылып, түрік деген атау алған. Ашина тайпасы 6 ғасырдың ортасына дейін жужандардың қол астында болды. Алайда 545 жылы Бумын бастаған түрік тайпалар одағы Ұлы Түрік қағандығының негізін қалайды. Ұлы Түрік қағанаты батыста Днепрден, шығыстағы Амурға, солтүстікте Енисейден Тибет қыраттарына дейінгі аралықтағы орасан зор аймақты мекендейтін халықтарды біріктірген алғашқы ірі мемлекет болды. Бумын 545 жылы алғаш рет қытайлармен жеке мәмілегерлік қатынас орнатады. Бұл дәуірде солтүстік Қытай, шығыс Вэй, батыс Вэй патшалықтарына бөлініп, өзара соғысып жатқан болады. Шығыс Вэй империясы Жужан және Тоғон хандығымен одақтасып, батыс Вэй империясын қатты қыспаққа алады. 545 жылы батыс Вэй достық қатынас жасау үшін түрік билеушісіне елшілік жібереді.
халқының ырқына көнген бумын өздеріне билік ететін Жужан ханның дұшпанымен қатынас орнатып, батыс Вэй астанасы Чаннанға елшілік аттандырады. Сонымен қатар түріктер жужандарға темір қорытып беруді жалғастыра берді. Біртіндеп күшейіп алған бумын 546 жылы өзінің қожайыны Жужан ханы Анағұйға қарсы соғысқан 50 мың ұйғырларды талқандап өзіне қосып алады. Осы жылы телеуіттердің жужандарға қарсы жорыққа шыққан 50 мың атты әскері бумын әскеріне күтпеген жерден жолығып қалып, амалсыздан олардың қол астына өтеді. Енді ол жужандардан тәуелсіздік алу үшін соғыс бастауға сылтау іздейді. Анағұйға қызын өзіне беруді сұрап елші жібереді. Бұған Жужан ханы қатты намыстанып, ашулы жауап қайтарады. Бұл соғыстың басталуына таптырмас сылтау еді. 551 жылы Бумын Қытайдың батыс Вэй патшалығының ханшайымын алады. Осы жылы Бумын қаған титулын иеленіп, түрік тайпаларын бір мемлекетке біріктіреді. Сол жылы қыста жорыққа аттанып, Жужан хандығына күйрете соққы береді. Бумын Илхан немесе Елхан лауазымын иеленеді. Бірақ ол 552 жылдың аяғында қайтыс болады. Тақты оның баласы Қара Ыссық қаған иеленеді. Ол қарсыласуын тоқтатпай отырған жужандарды тағы да жеңеді. Көп ұзамай Қара Ыссық қаған қайтыс болып, 553 жылы таққа Бумынның баласы Мұқан қаған отырып, түрік бірлестігін империяға айналдырады. Мұқан қаған жужандармен соғысты аяқтап, Сары теңізге дейін жетеді. 556 жылы Қытай мен түріктердің біріккен әскері Тоғондар еліне шапқыншылық жасайды. Ал оның інісі Естемір Орталық Азия, Жетісу және Хорезмді бағындырып, Аралға дейін жетеді. Көп ұзамай түріктерге хазарлардың қалдықтары, бұлғарлар, қидандар және соғдылар бағынады. Осылайша ұлы түрік империясы құрылады. Бумынның інісі Істемі қаған батыс жорығын басқарып, Орасан үлкен аймақтарды жаулайды. Ағасы өлген соң Жабғу лауазымын иеленеді және Бумынның баласы Мұқан қағанның бұйрығымен қағандықтың батыс шекарасын күзетеді. Түріктер 1,5 жылда бүкіл орталық Қазақстанды, Жетісу мен Хорезмді бағындырады. Арал теңізінің теріскей беткейінде олар Хуни, Уар және Огорлар тайпаларының қарсылығына ұшырайды. Тек 558 жылы ғана бұл тайпаларды талқандап, ал бағынғылары келмегендерін Еділге дейін қуып тастайды. Жайық өңіріндегі даланы өзіне бағындырған соң жорығын тоқтатады. Сөйтіп Істемі қағанның батысқа жорығы осылайша аяқталады. Қағандық Ғұн империясынан көлемі жағынан ғана емес, экономикасы жағынан да күшті болды. Ол Қытай мен Еуропаның арасында жатқан жібек жолына бақылау орнатты. Түріктер шығыс шекарада белсенді әрекет ете жүріп, батысқа жорықтар жасайды. Істемі қаған мен оның баласы Қарашор түрік билігімен түріктер батыста зор жеңістерге жетеді. Бірінші кезекте мәмлегерлік жетістіктерге қол жеткізеді. Істемі Сасанилік Иранмен одақ құрады. Сасанилік Иранның патшасы Хосров түрік ханшайымын әйелдікке алады. Осылайша түрік қағанаты мен Иранның арасында достық қарым-қатынас орнайды. Екі мемлекет Эфталит қағандығына қарсы бірігуге шешім қабылдайды. Эфталиттер қағанның Парсы шахымен жасаған қарым-қатынасына кедергі жасамақ болып, Соғдияна арқылы өтіп бара жатқан түрік елшілерін өлтіреді. Тек біреу ғана қашып құтылып, Істемі қағанға болған оқиғаны айтып барады. Эфталиттерге 562 жылы алдымен парсылар соққы береді. 565 жылы түріктер эфталиттердің әскерін талқандап, жерлерін Иранмен бөлісіп алады. Иран Бактрияны, түріктер Соғдиянаны иеленеді. Түріктердің Соғдиянаны қосып алып, даламен біріктіріп жіберуі сауда-саттық үшін өте қолайлы болды. Сондықтан Соғды көпестері түрік хандарының адал бодандарына айналды. Сөйтіп, Орта Азия қағандықтың тұтас бөлшегі ретінде қалыптасты. Осы кезден бастап түріктер мен ирандықтардың арасында ортақ шекара пайда болды. Алғашқы кезде шекарада тыныштық сақталды. Істемі қаған Сасанилер патшасына Маниях бастаған соғдылық елшілер жібереді. Одан кейін 567 жылы Византиямен байланыс орната бастайды. 561 жылы Бэй Джоу мен Вэй Ци императорларынан Мұқан қағанға ханшаны айттырған елшілер келеді.
Мұқан қаған Джоу империясымен бұрынғы одақтастық шартын сақтайды. 563 жылы Вэй Ци мемлекетіне жорық жасайды. Бір жылдан соң жорықты тағы қайталайды. Бірақ одақтасы Бэйджоу әскері талқандалып, Мұқан қаған кері қайтуға мәжбүр болады. Алайда бұл сәтсіздікке қарамастан Мұқан қаған Вэй Цимен одақ құру жөніндегі ұсынысты қабылдамай тастайды. Оның бір себебі одақ жөніндегі шарт бойынша Джоу империясы түріктерге 100 000 тең жібек матасын беріп тұратын. 572 жылы Мұқан қаған қайтыс болып, таққа оның мұрагер інісі Тобо қаған отырады. Ол Джоу империясымен қатынасын үзбей, Ци империясымен де бітімге келеді. Түріктердің жорығынан қорыққан Ци империясы бітім салығын төлеймін деп бүкіл қазынасын сарқиды. Осылайша енді түріктер жібекті әскери көмегі және тіпті тәуелсіздігі үшін төлеп отырған Қытайдың Бэйджоу және Бэй Ци патшалықтарынан алып отырды. 576 жылы джоулықтар Ци империясын ойсырата жеңіп, Циньянь қаласын басып алады. Түрік қағаны Бэйджоу тым күшейіп кетпеу үшін Ци империясына қолдау көрсетеді. 578 жылы Тобо қаған әскері Қытайға басып кіріп, Джоу әскерлерінің күл-талқанын шығарады. 579 жылы басталған келіссөздер тоқтатылып, соғыс әрекеттері жалғаса береді. Бұл орайда түріктер үнемі жеңістерге жетіп отырады. 580 жылы джоулықтар бейбіт келісімге қол жеткізді. Ежелгі жылнамалардың бірінде Тобо қаған Қытайды түпкілікті ойсыратуды ойлайды. Бірақ император сарайы түріктерге жыл сайын 100 000 метр жібек мата, тағы да басқа алым салық төлеп тұруға келіскендігі жазылған. Оның аумағының ұлғаюы көптеген реформаларды жүзеге асыруды талап етті. Солардың бірі бірнеше ірі иеліктер құру және қағандықты шығыс және батыс қағандық деп екіге бөлу еді. Түрік қағандығы көршілес елдерді жаулап, иелігін ұлғайтып отырды. Иран мен түрік қағандығының арасындағы соғыстың туындауына Істемі қағанды парсылық бағыттан Византиялыққа қарай көндірген Маниах елшілігінің әрекеті себеп болды. Бірақ Хосров патша тұсында ирандықтардың әскери қуаты өте күшті болды. Түріктер шешуші шайқасқа шыға алмады. Істемі қаған өлгеннен кейін оның ұлы Қарашор 576 жылы батыстағы жоғарғы билікпен Тардушхан лауазымын қабылдап, ең күшті басшылардың біріне айналды. Ол саяси жағдайды бағалай отырып, Иранмен достықтан бас тартты. Одан гөрі Византиямен қарым-қатынас орнатуды жөн көрді. Ол Иранға 584 жылы, одан кейін 588-590 жылдары жорықтар жасап, ақыры Тоқарстанды басып алды. Түрік қағанатының күшейгені соншалық, ол өз билігін Монғолияға, Түркістанға, Шығыс Түркістанның бір бөлігіне, Каспий теңізінің батыс жағалауына, Ауғанстанның солтүстігі мен шығысына жүргізіп, Үндістанға дейін жақындаған. 582 жылдан бастап шығыстағы Архондық түріктер мен батыстағы 10 оқ арасында алауыздық пайда болды. Біртіндеп екі арадағы бәсекелестік қарулы қақтығыстарға жалғасты. Алғашында шығыс және батыс түріктер арасындағы алауыздық әулеттік бақталастық сипатында көрінді. 581 жылы Тобохан қайтыс болады. Ол өзінің орнына мұрагерлікке еншілік таспиқтық жүйенің мұрагерлік заңына сәйкес ағасы Мұқан ханның баласы Төремді қалдырады. Шешесінің қарадан шыққаны себепті оның түріктер арасындағы бедел төмен еді. Сондықтан ол тақты Әміраққа беруге мәжбүр болады. Бірақ көп ұзамай ол тақтан бас тартып, билік Шетудің қолына көшеді. Шету ел күлік шат баға Шпархан лауазымын қабылдайды. Қытайлықтар оны Шабольо деп атады. Осылайша бірінші хан болып табылатын Шабольоның ордасы Өтекен тауының етегінде орналасады. Екінші хан Қарашор түрік, оның ордасы Ақта тауының баурайында болған. Әмірақ үшінші хан болып есептелген. Оның ордасы аңшылық құратын Сайын далада, Толы өзенінің жағасында орналасқан. Ал Төрем мемлекеттің теріскейдегі шет аймағынан еншілік және Абохан, яғни Аға хан лауазымын алады. Бұл төрт ірі ханнан басқа екінші дәрежелі хандар болған. Түрік қағандығы осылайша бөлшектенеді. Осылардың ішінде ең маңыздысы және үлкені ұлы хандікі емес, Қарашордікі болды. Осы кезеңде Қытай елшісі Джан Сунь Шэнь